Іле ауданында бұрын соңды мәдениет үйі болмаған екен. Міне бірінші жылдан бері менің ту сыртымдағы осы ғимараттың құрылысы жүріп жатыр. Бұйыртса дәл осы жылы қолданысқа беріледі дегенді естіп арнайы келіп отырмыз. Мына жақта осы тапсырыс берушілер, мердігер компания өкілдері тұр. Осылармен кездесіп, жалпы болашағын сұраймыз енді. Ассалаумағалейкумдар. Аман сенсіздер ме? Ақ пен қара жобасы осы Іле ауданының ақ қарасын түсіріп жатырмыз. Аудан тұрғындардан сұрағанымызда мақтануға тұрарлық не бар деген кезде осы мәдениет үйі салынып жатыр деді. Жалпы сіз таныстырып өтсеңіз өзіңізді? Данияр Ермекұлы, осы Іле ауданы құрылыс бөлімінің басшысы. Өзіңіз? Мен участке басшысы, осы подрядчиктен, АК Construction компания. Мердігер ұйым ғой. Мердігер ұйым. Жалпы бүгін толық ішін аралап көрсетуге мүмкіндігіміз бар ғой, Әрине. Қанша жылдан бері бұл құрылыс жүріп жатыр? Құрылыс жұмысы қашан аяқталады? Енді осы Жоспар бойынша, Жоспар бойынша біздің мәдениет үйіміз 400 орынға арналған. 2022 жылы рұқсат қағаздарын алып құрылысы басталған. Осы 25 жылдың маусым айында тапсырысқа береміз деген пландарымыз бар, жоспарымыз. Жақсы, онда ішін көрейік, мүмкіндік болса. Қадірлі көрермен, мынау жайтқа назар салыңыздар. Біздің қаншама ауданда болдық қой, бірақ дәл мынандай үлкен мәдениет үйі тіпті мына Алматы әсем қаламыздың өзінде жоқ іспетті. Егер шынымен де дәл осындай көріністі мәдениет үйі болатын болса, онда Іле тұрғындары мақтанып марқайып жүретін айдан анық. Дәл осы суреттегідей болады ғой болашақта? Осындай болады. Мынау